саламатсыздар оқушылар? Сыныпта кім жоқ оқушылар? Жақсы, отырыңыз. Қандай бейне көріп тұрсыздар? Қоғам бейнелейтін сурет. Енді сабағымыздың бүгінгі тақырыбы демек Англияға немесе ағылшын мемлекетіне арналайын деп тұр. Сабағымыздың тақырыбы 17 ғасырдағы Англияның немесе ағылшын буржуазиялық революциясы. Сабақтың зерттеу сұрағы буржуазиялық революциялар индустриалды қоғамның құрылуының реакциясын айналды ма? Оқу мақсаты жерде аграрлық қоғамнан индустриалды қоғамға өту заңдылықтарын тұжырымдау. Келесі оқу мақсаты буржуазиялық революциялардың нәтижесінде әлеуметтік құрылымдағы өзгерістерді түсіндіру. Үшінші мақсатымыз сабақтың революциялардың жағымды және жағымсыз салдарын бағалау. Сабағымыздың мақсаты аграрлық қоғамнан индустриалды қоғамға өту кезеңдегі нәтижелердің салдарын бағалау. Енді видео роликпен танысайық. Бұл жерде біз 17 ғасырдағы адамның сол замандағы өмірімен танысамыз. Мен Эдвард Хаберфорд 1627 жылы Лондон қаласында дүниеге келдім. Әкем саудагер, анам дәрігердің қызы еді. Біздің отбасы ұзақ жылдар бойы жүн және тоқыма саудасымен айналысып, ауқатты буржуазия қатарына қосылды. Балалық шағын есеп-қисап пен сауданың қыр-сырын үйренумен өтті. Әкем мені жас кезімнен Лондондағы ең үздік ұстаздарға беріп, математика мен құқық негіздерін оқытты. Саудадағы адалдық пен табандылықтың маңыздылығын алғаш сол кезде түсіндім. 1642 жылы Англияда азаматтық соғыс басталды. Король Карл мен парламент арасындағы тартыс саудагерлер үшін ауыр сынақ болды. Біздің отбасы парламент жағын қолдады. Өйткені біз жеке кәсіпкерліктің ертеңдігі мен жаңа заңдардың әділдігін қалады. Соғыс жылдары көптеген байлық иелері мүлкінен айырылды. Алайда мен ақылмен әрекет етіп, саудамды жаңа бағытқа бұра алдым. Жақсы. Балалар бұл жерде 17 ғасырдағы, енді жасанды интеллект жолымен сөйлеп тұр бұл жердегі 17 ғасырдың азаматынан нені байқадық? Қандай адамның өкілі балалар? Сол заманның кімі? Буржуаз. Буржуаз деген сөзбен таныстық қой балалар, иә? Буржуаз деген не мағынаны береді екен? Қаланың капиталистері. Дұрыс, қаланың тұрғындары немесе өте бай кәсіпкерлер. Сол бай кәсіпкердің өмірінен шағын ғана үзінді тыңдадық. Енді сіздерге топтық тапсырма беріледі. Топтық тапсырма бермес бұрын сіздерге өзін-өз бағалау парағын таратып шығайын сіздерге. Өзін-өз бағалау парақтарын таратып шығайын. Осы бағалау парағымен алған балдарыңызды белгілеп отырасыздар. Ары қарай жібересіз. Жетпей қалды ма? Жақсы. Жетті ма? Ай, бала ғой ары. Болды ма? Жетті ма барлықтарыңызға? Сізге ма? Жақсы. Жаңа жетті. Кімге? Жақсы. Енді топтық тапсырма. Қазір топтық тапсырма ойнамасын. Бір картон қағаз берейін сіздерге. Топтық тапсырма. Балалар бірінші топқа, екінші топқа, үшінші топқа үш түрлі тапсырма беріліп отыр. Бірінші топтың тапсырмасы экономикалық өзгерістер деген тапсырмаға тапсырма орындайсыздар. Екінші топ технологиялық және ғылыми прогресске қатысты тапсырма орындайсыздар. Үшінші топ Англиядағы революцияның тарихи маңызына қатысты тапсырма орындайсыздар. Дескриптер деп жерде Англиядағы аграрлық қоғамнан индустриалды қоғамға өту үдерісін зерттейді. Бір балаластар. Енді келесі дескриптер Англиядағы аграрлық қоғамнан индустриалды қоғамға өту негізгі заңдылықтарын тұжырымдайсыздар. Оған да бір балаластар. Демек, әр тапсырмаға неше балдан беріліп тұр? 2 балдан беріліп тұр.
үлгі берейін сіздерге. Міне. Осыған қарап істей беріңіздер. Мына жақта да көрініп тұр ғой. Осыған қарап істей беріңіздер. Осыған қарап істей беріңіздер. Сіздерге қағаз берді ме? Бастаймыз. Бірінші топ. Не орындайсыздар? Экономикалық өзгерістер. Бірінші топ. Бірінші топ сіздер екенсіз. Сіздер экономикалық өзгерістерді орындайсыздар. Екінші топ экология ғылыми прогрессті. Үшінші топ Англиядағы буржуазиялық революцияның тарихи маңызын анықтайсыздар. Дәптерлерге жаза беруіңіз болады, дәптерлеріңізді орындай беруіңіз болады. Топпен шығып қорғай саласыз дейді. Жаза беріңіздер. Дәптерлеріңізді жаза беріңіздер. Дәптерлеріңізді жаза беріңіздер. Біреу сөйлемен қалайсың. Ана, кел. Алина, шегін жазыңдар ма? Келе қойса. Орталған мануфактураның техникалық дамуы мен маманданған жұмысшы кадрларының пайда болуы. Үшінші айдеге деген болсақ, буржуазияның келуі бұл ірі өндіріс құрудың индустриалды қоғамынан алғышарты болып саналады. Жақсы. Балалар енді қараңыздар. Осы екінші топ технология және ғылым прогрессін нақты орындап шықты деп ойлайсыздар ма? Демек, екінші топ технологиялық және ғылыми прогрессті өз деңгейінде орындап шықты. Сіздерге дескриптор бойынша бір балдан беріледі. Енді келесі топ. Келіңіздер. Кім дайын? Бірінші топ, келе қойыңыздар. Біздің тақырыбымыз экономикалық өзгерістер. Экономикалық өзгерістерге бізге ең басында тарихи оқиғалар жатады. Тарихи оқиғаларға келетін болсақ, бастапқыда жеке басының құқығы болмады, ал бұл экономикаға тікелей әсерін берді. Өйткені тек феодалдық қатынастар жүрді. Және де осы ең басты себеп болып табылады. Кейін бізге осы феодалдық қатынастарды жою арқылы бізге ірі машина фабрика зауыттар салынды және ірі өндіріс фабрика зауыттар салынды. Жақсы, келесі. Яғни осы революция қоғамға қалай әсер етті? Бұл жақта біз бірнеше факторларды айта аламыз. Бұл жеке және қоғам азаттығы, адамның құқығы қорғала бастауы, бірліктік және халықтың және бірліктік дербестілігі және биліктің бөлінуі. Жақсы. Англия бізде аграрлы мемлекет болды. Англияның көптеген тұрғындары ауыл шаруашылығымен айналысты. Ал ауыл шаруашылығынан түсетін табыс ол бізде өндірістен түсетін табыстай айтарлықтай көп болды. Көп болды, дұрыс. Бірақ жер иелігінің феодалдық формасы билік тарапынан тыйым салынуынан ауыл шаруашылығында капитализм дамуы оған өте кедергі келтірді. Яғни осы аграрлық жағдай бізде революцияның пайда болуына және оның жүзеге асуына басты себеп болды. Жақсы. Келесі. Келесі нәтижесінде бізде буржуазиялық революцияның арқасында адамдар өзінің жеке құқығына ие болды. Яғни буржуазиялық қоғамнан біз феодалдық қоғамға өткен болғандықтан барлығы оның басында мемлекеттің басында болған. Алайда біз осы революция арқасында әр адам өзінің құқығына ие болды. Яғни ол жақта біршама жаңа заңдар пайда болды. Яғни адам және адамның құқықтары пайда бола бастады. Жалданбалы жұмысшылардың әлеуметтенуі болды. Жақсы. Сіз сәл шатастырып кеттіңіз балдар. Сіз анау феодалдық қоғамнан буржуазиялық қоғамға өту керек деп айтуыңыз негізінде. Англияда, жалпы Европада ұзақ уақыт қандай қоғам сақталды?
феодалдық қоғам. Англиядағы буржуазиялық революция осы феодалдық қоғамды жойып, қандай кезеңге өтті? Индустриалды өндіріс қоғамына өтті. Жақсы. Тағы айтатындарыңыз бар ма? Нәтижесінде құқықтың қорғалуының арқасында Англияның экономикалық жағдайы айтарлықтай қарқынды дамыды. Осының арқасында Англияда капиталы көбейіп, ол мықты мемлекетке айналды. Жақсы. Мынау Англиядағы буржуазиялық революцияның нәтижесінде қоғам екі тапқа бөлінді. Қандай? Біріншісі қандай? Буржуаздар және екінші феодал жойылды ғой. Жоқ, жұмысшы табы пайда болды. Демек, буржуаздар жұмысшыларды жалдады. Жалдамалы жұмысшылардың пайда болуына әкеліп соқты. Жақсы, отырыңыздар. Жақсы. Келесі топ. Үшінші топ сіздерге Англиядағы революцияның тарихи маңызы беріліпті. Осыған байланысты Англиядағы революцияның басты маңызы ол дүниежүзілік тарихта жаңа капиталистік дәуірдің басталуынан алды. Буржуазиялық қоғамның принциптерін жариялап, ол әлемге кері орамаз буржуазиялық қоғамның саяси тәртіп процестерін орнатты. жақсы. Революция ағылшын халқының қалыптасуы мен ұлттық мемлекет құру процесінде басты фактор болды. Және де бұның жалпы индустриалды жалпы оның жағымды жақтары ұлттық мемлекеттің болуы, азаматтық өзіндік теңдігі болуы, және де буржуазиялық және жұмысшы табы қоғамның екі тапқа бөлінуі, ірі машиналардың болуы деген. Жақсы. Және феодалдық жекеменшілік форманы жойды, және феодалдық кедергілерді тоқтатып, мемлекеттің экономикалық бірігуі мен ұлттық қалыптасуына жол ашады. Жақсы. Демек, Англиядағы буржуазиялық революцияның тарихи маңызында осы мынау қоғамның қандай таптары қалыптасты? Екі табы қалыптасты. Қандай? Буржуазияның табы және жұмысшы табы. Қайсысы жоғары тап, қайсысы төменгі тап болып тұр? Жұмысшы төменгі тап болды. Тамаша. Жақсы. Енді дискриптер бойынша сізден осынау Англияның революциялық тарихи маңызына қатысты бір-бір балдан алдыңыздар. Жақсы. Екінші топта технологиялық және ғылыми прогресске қатысты бір-бір балдан алдыңыздар. Өз-өзін бағалау парағына жазып отырыңыздар. Алған балдарыңызды. Өз-өз бағалау парақтарына. Жақсы. Енді келесі тапсырмаға көшейік, балалар. Оқушылар, екінші тапсырма. Екінші тапсырманы мұқият тыңдап алыңыздар. Екінші тапсырма сіздерге жұптық тапсырма. Буржуазиялық қоғамның оң және теріс әсерлерін талдайсыздар. Енді бұл тапсырманы орындамас бұрын бірінші сіздерге видео ролик көрсетіп жіберейін. Мен Томас Бейли, Бұл жерде Англия қоғамында 17 ғасырда өмір сүрген қарапайым шаруаның өмір тарихы бейнеленеді. 632 жылы Лондонда қарапайым жұмысшы отбасында дүниеге келдім. Әкем етікші, ал анам кір жуушы еді. Біз секілді адамдар үшін өмір ешқашан оңай болған емес. Балалық шағымды есіме түсірсем, тамаққа жарымай, кірпіш зауытында көмектесіп жүрген кездерім көз алдыма келеді. 12 жасымда ұстаханаға жұмысқа кірдім. Таңсәріден қара кешке дейін темір соқтым. Қожайындар бізге тиын-темен ғана төледі. Біздің шағын үйлеріміз суық әрі ылғалды, тамақ тапшы. Ал қала көшелерін ауру мен қайыршылық жайлаған. Бірақ бізді ешкім ойлаған емес, бәрінің назары байларға ауған. 1642 жылы соғыс басталғанда жұмысшылардың көбі сарбаздыққа алынды. Байлардың мүддесі үшін қан төгу өзімізге түк пайда көрмеді. Мен қалып зауыттарда зеңбірек пен қару жасаумен айналыстым. Соғыс біткенде де тұрмысымыз оңалмады. Кім билікке келсе де бізге еш өзгеріс жоқ. Қазір мен 40 жастамын. Күн сайын таңертең ерте тұрып, диірменде, кейде құрылыс алаңында жұмыс істеймін. Еңбегіміз ауыр, бірақ жалақымыз мардымсыз. Байлар сән салтанат құрып өмір сүрсе, біз бір үзім нан үшін арпалысып жүрміз. Бірақ үміт үзгім келмейді. Күндердің бір күнде әділдік орнап, бізге де жақсы өмір сүруге мүмкіндік берер деп сенемін. Жақсы оқушылар. Енді видео материалда Англия қоғамының қандай табы айтылып тұр? Жұмысшы табы. Енді осының алдында тағы да біз видео материал көрдік қой. Ол қандай тапқа жатады? Буржуаз. Енді сіздерге тапсырма оқушылар.
жұптық тапсырмада буржуазиялық қоғамның сол замандағы оң және теріс әсерлерін талдайсыздар. Демек, біріншісі жоғарғы тапты талдайсыздар, ол оң терісін, және екінші жұмысшы таптың да оң терісін талдайсыздар. Уақыт 7 минут беріледі. Буржуазиялық қоғамның буржуазиялық қоғамның оң терісін талдайды. Екінші балл буржуазиялық қоғамның теріс әсерін талдайды. Жақсы. Жүп-жүппен қарап тұрған жерлеріңізді қорғай беріңіздер. Бізге берілген тақырып буржуазиялық қоғамның оң және теріс Әсерін талдайсыздар. Оң жағын айтқызатын болсақ, өнеркәсіп пен сауда дамуы, жеке меншік пен кәсіпкерлердің дамуы, жеке меншік болғанда жеке меншік жерді феодалдардан алып буржуаздарға бөліп берді. Және де құқықтар мен бостандықтардың кеңеюі, демократиялық басқарудың дамуы, өнеркәсіптің революцияға жол ашуы, жаңа технологиялар мен заводтар ашылды. Және де адамдардың жұмысқа ие болуы, ұлттық нарықтың қалыптасуына және де ұлттық мемлекеттің қалыптасуына ықпал етті. Тамаша. Сіз ең теріс әсерін таңдап отырсыз ғой, қорғайын деп тұрсыз ғой. Жақсы. Ал енді мен теріс әсерлер жайлы айтып кететін болсам, ең бірінші ол әлеуметтік теңсіздік. Жаңа видеода да көргеніміздей, байлар мен кедейлердің арасында үлкен теңсіздік болған болатын. Өте тамаша. Екіншісі ол жұмысшылардың қиын жұмыстары, яғни фабрикадағы жұмыс өте қиын болды, бірақ оған төленетін ақы өте аз болды. Яғни жұмысшылар үшін бұл теріс әсер болып саналған болатын. Және де келесі ол империализмнің күшеюі, яғни өзгелерді жаулау өте қатты күшейді. Басқыншылық артып, нарық үшін талас болған болатын. Одан кейінгісі ол қоғамдағы шиеленістер, жұмысшылардың көтерілістері, байлар өз мүддесі үшін жаңа ақша бөлді, ал кедейлер болатын болса, байлардың мүддесі үшін жұмыс жасаған болатын. Жақсы. Жақсы. Келесі. Мен буржуазия қоғамның теріс әсерін жаздым. Келетін болсақ, әлеуметтік теңсіздік, капитализмнің дамып басыңқы болуына байланысты бай мен кедейдің арасы алшақтады. Әлеуметтік теңсіздік орнады. Барлық назар байларда болып, қара жұмысшылар ұмытылды. Екіншісі, аграрлық өзгерістер. Англия аграрлы мемлекет болатын. Буржуазияның келуімен аграрлық жағдай революцияның пайда болуында басты маңызға ие болды. Үшіншісі, қарулы қақтығыстар. Буржуазияның билік үшін күресі азамат соғыстарына түрткі болды. Жақсы, тамаша. Келесі. Оң әсері ме, сіздік теріс ме? Оң әсері. Ірі машина өндірістері дамып, осының арқасында фабрика заводтар дамып, елде экономика жоғары болды. Ауыр өнеркәсіп дамып, елде жұмыссыздық азайды. Сауда-саттық дамып, капиталистік өндірістің негізі қаланды. Буржуазия феодалдық заңдарды жойып, меншік құқығын қорғауды күшейтті. Абсолюттік монархияға қарсы болып, буржуаздар парламенттің рөлін күшейтті. Конституциялық монархия орнады. Феодалдық жүйе жойылды. Буржуазиялық революцияға дейін феодалдар қарапайым халықты қанат тұрған. Жақсы. Демек, бұл қоғамның екі топқа бөлінуін анықтады. Жақсы. Келесі. Буржуазиялық қоғамның болмысы. Экономикалық даму, сауда мен техниканың дамуы, құқық пен демократия заңының үстемділігі мен адам құқықтарын қорғауға ықпал етеді. Жекеменшікке негізделген жүйе адамдарды тиімді жұмыс істеуге және инновацияларды дамытуға ынталандырады. Теріс жақтары жұмысшылар көбінесе арзан жұмыс күші ретінде пайдаланылып, ал буржуазия пайдаға ие болды. Адамдар материалдық байлыққа көп мән берді, рухани құндылықтар екінші орынға ығысты. Капиталистік өндіріс қоршаған ортаға зиян келтіреді, табиғи ресурстардың сарқылуына әкеледі. Байлар мен кедейлер арасындағы алшақтық күшейді, әлеуметтік теңсіздік пайда болды. Жақсы, демек, байлар байығанның ішінде байы түсті, кедейлер сол күйі кедейлер қалды. Демек, бұл жерде буржуазиялық қоғамның халықты қанауы болып табылады екен. Тек қана буржуазиялық, тек қана мемлекетке пайда әкелгеннен бөлек, ол өзіне де не қылады? Пайда әкеледі. Демек, ол қара жұмысшының негізгі әлеуметтік тұрмысын аса басын ауырта бермейді екен. Жақсы. Анар. Ол жаңа келетін болсақ, буржуазиялық қоғамның арқасында адамзат бір кезеңнен екінші кезеңге ауысты. Мемлекеттің экономикасы бірігіп, ұлттық нарық қалыптасты. Жерді жекеменшікке беріп, жаңа иелеріне тапсырған соң, жалға алушы шаруалар жұмыста болса, олар жалдамалы жұмысшылардың қатарын көбейтті. Жаңа зауыт, фабрика, цехтер мен жаңа технологиялар пайда болды.
Жақсы. Келесі? Теріс жақтары жалақының аз болуы, Дұрыс. әлеуметтік теңсіздік, төмен сатыдағы адамдардың өмір сүруі қиындауы және революция кезіндегі тұрғындардың қысылтауы. Және нәтижесінде революциядан кейін Ұлыбританияда империалистік отаршылық саясат күшейді. Демек, 17 ғасырдан былай қарай Англия сол буржуазиялық революцияның әсерімен күшейіп әлемдік неге айналды? Державаға айналды. Жақсы. Балалар екінші топ жұптық тапсырманы өз деңгейінде орындады деп ойлайсыздар ма? Жақсы. Сіздерге 2 балдан беріледі. Так, келесі бірінші топ. Бастай беріңіздер, Айым. Буржуазиялық революцияның оң әсері феодалдық қатынастар жойылып, жеке бас құқығының қорғалуы, ауыл шаруашылығының дамуы, маманданған жұмысшы кадрлардың пайда болуы, ұлттық бірліктің қалыптасуы, ірі капиталистік өндірістердің өркендеуі. Жақсы. Теріс жақтары Англияда әлеуметтік теңсіздік орын алуы, яғни адамдардың бай және кедей болып бөлінуі, қарапайым жұмысшылар құқығы қорғалмауы, қарапайым жұмысшылар тұрмысының қанағаттандырылмауы, қарапайым жұмысшылардың жұмысының қиын болуы, қарапайым жұмысшылар тек қара жұмыспен айналыса алуы, қарапайым жұмысшылардың жалақысының төмен болуы. Сонымен қатар орталық халық жағдайын ескермеді, яғни олар тек ірі фабрикаларды ғана ескерді, ірі өндірістік капиталистерге назар аударды, бірақ халық жағдайын ескермейді. Дұрыс, себебі? Себебі оларға тек орталықтан басқарып, солай мануфактураны дамыту керек болды. Мынау ірі буржуаз кәсіпкерлер мемлекетке не төлеп тұрды? Түскен табыстан салық төлеп тұрды. Демек, мемлекетке салықты төлеп тұрған адамдың сөзін кім сөйлеп тұрды? Мемлекет басындағы адамдар сөйлеп тұрды. Жақсы, келесі. Аружан, Нұржан, сіздер не дейсіздер? Дамир. Теріс әсерлері әлеуметтік теңсіздіктің орын алуы, ауыр жұмыс үшін айлығының аз болуы, елдің ішіндегі көтерілістердің болуы, елде азаматтық соғыстар орын алды және кедей адамдардың бай адамдардың мүддесі үшін қызмет жасады. Экономиканың түрлі сатулары дами түсті. Өндіріс өсіп, технологиялар жекеменшік сауда дамыды. Жекеменшік сауда дамыды. Демек, жаңағы Англиядағы буржуазия революция ірі екі нені қалыптастырды? Әлеуметтік топ емес, әлеуметтік тап. Біреу жоғарғы таптағылар, екіншісі төменгі таптағылар. Бұл күні бүгінгі дейін өзінің жалғасын тауып тұр ма әлемде? Капиталистік мемлекеттердің барлығында әлеуметтік тап күні бүгінгі дейін өзінің жалғасын тауып тұр. Жақсы, келесі. Буржуазиялық қоғамның оң жақтары біріншіден феодалдық жүйе жойылды. Яғни оның жойылуы азаматтардың демократиялық құқығының орнауына алып келді. Екіншіден тағы да бір бұның оң жағы ол мемлекеттің экономикалық бірігуі мен ұлттық нарықтың қалыптасуына жол ашты. Жақсы. Нұржан? Жарайды, жақсы. Так, балалар, бірінші топ мынау берілген жұптық тапсырманы өз деңгейінде орындап шықты ма? Орындап шықса оқушыларында өз деңгейі алған балдарыңызды бағалау парағына белгілеп отырыңыздар. Дұрыс, жақсы. Енді бізге үшінші топтың жауабы керек. Шырай, бастаймыз. Оң әсері ұлттық мемлекеттің пайда болуы, саяси құтында заң алдындағы барлық адамдар тең болды. Азаматтық қоғамның дамуы, жерді жекеменшікке беріп, жаңа елдерді тапсырған соң, жалға алушы шаруалар жұмыстан босап, олар жалдамалы жұмысшы қатарына көбейтті. Ол ірі капиталистік өндірістік өркендеуге жол ашты. Жаңа технологияның зауыттарын ашуы және де феодалдық жекеменшік форманы жойылып, буржуазиялықтардың бекітілуі мен феодалдық түрлерін тоқтап, мемлекеттің экономикалық бірігуі мен ұлттық нарықтың қалыптасуына жол ашты. Жақсы. Бұл жерде сіз оң әсерін айтып отырсыздар ғой. Теріс әсерін? Теріс әсерін. Сіз айтасыз. Жұмысшылардың басынуы, жалақыны аз беруі, халықтың жалақысынан пайда табуы, жемқорлықтың болуы, биліктегі адам ауысады, жұмысшыларға сол күйі әділетсіздік жасауы, жұмысшыларды аз тамақ беріп, және де көп жұмыспен азаптауы, жұмысшылардың жеке құқығы болмауы, басқыншылықтың көп болуы. Жақсы. Демек, балалар, жұмысшылардың әлеуметтік
тұрмысы дұрыс қорғалмағаннан кейін Европада, Англияда да басқа елдерде не өріс алды деп ойлайсыздар? Тағы да. Не өріс алды деп ойлайсыздар? Тағы да Европада революциялар өріс алды. 19 ғасырда да, 20 ғасырда да Европада осындай революциялар өріс алды. Жақсы, келесі. Айзада. Оң әсерін талдайсыз, Зердар, Айзада? Жақсы. Оң әсер экономикалық даму, капиталистік өндіріс жүйесі өнеркәсіптің сауданың және жаңа технологиялық дамуына ықпал етті, құқықтық жүйе дамыды, заңдар мен демократиялық институттар қалыптасып, азаматтардың құқықтары қорғалды, мемлекеттік экономикалық бірігу мен ұлттық нарық қалыптасты, азаматтық қоғам дамыды. Теріс әсері? Әлеуметтік теңсіздік, байлар мен кедейлер арасындағы алшақтық көбейіп, қоғамда әлеуметтік шиеленістер туындады. Қарапайым жұмысшыларды қанау, жұмысшылар мен төменгі топ өкілдері ауыр еңбекке тартылып, олардың еңбегі әділетсіз бағаланды. Жемқорлық пен ел ішіндегі азаматтық соғыс орнады. Жақсы. Демек, балалар, көрдіңіздер ме? Буржуазиялық қоғамның оң әсерінен бөлек, тағы да теріс әсері де қоғамда білініп жатады екен. Бұл буржуазиялық қоғамның, демек капиталистік қоғамның күні бүгінге дейін осы әлеуметтік теңсіздіктің осындай алшақтығы күні бүгінге дейін мемлекеттерде әлі білінеді. Бізде Қазақстан Республикасының өзі де күні бүгінге дейін капиталистік қоғам таңдағаннан кейін де осындай әлеуметтік теңсіздік бізде бар ма? Бар әрине. Бізде де бар. Жақсы. Гүлім? Нұрай? Демократиялық нығайтты, экономикалық дамуға ықпал етті. Англияда және үлкен табысқа келетін ірі капиталистік өндіріс болды. Жақсы. Теріс жақтарды жоғары пайда табу мақсатында жұмысшыларға төмен жалақы төлеп, ұзақ жұмыс уақытын талап етті. Және буржуаздар мен жұмыскерлердің арасындағы әлеуметтік теңсіздікті көре алдық. Және феодалдық мүліктер енді буржуазиялық жекеменшікке айналмаған еді. Жақсы. Сіз теріс әсерін айттыңыз ғой, демек, мынау бір сөткеде сол кездегі жұмысшылар қанша сағат жұмыс істеді деп ойлайсыздар балалар? Сөткесінде 24 сағат бар ғой, Сол кездегі адамның бір күндік жұмысының күші 12 сағаттан 14 сағатқа дейін созылатын болған. Демек, жарты тәуліктен астам уақыт жұмыс істейтін болған. Әрине ол дұрыс па, адамның денсаулығына ол дұрыс па? Дұрыс емес, кері әсерін тигізеді. Ол кездегі жұмысшыларында жасы өте, жас шамасы өте, орташа жасы 50 жас, 45 жастың көлемінде болды. Өйткені физикалық жұмысқа олар көп не қылмады? Шыдамады. Жақсы. Жақсы оқушылар, біз енді екінші тапсырманы, жүктік тапсырманы орындадық. Енді біз келесі үшінші тапсырмамызға көшейік. Үшінші тапсырмамыз біздің балалар қараңыздар, үшінші тапсырма, бұл жеке жұмыс, тарихи диктант. Ол үшін біз нені қолданамыз? QR код. Мен сіздерге қазір тарихи диктанттың тақырыбы несінің үлгісін берейін. Осы соткаларыңыз арқылы QR кодпен осы тарихи диктантты орындап шығасыздар. Тиісті сөздерді орнына қоясыздар. Қазір мен сіздерге ашып қоямын, міне. Қараңыздар. Сөздеріміз, балалар, тарихи диктантымыз 6 сөз жасырып отыр екен. Осы жерде, мына мәтіннің ішіндегі тиісті сөздерді саусақтарыңызбен апарып, тиісті орынға қойсаңыздар, нақты жауабы шығады, және әр сөзге бір балдан аласыздар. Әр дұрыс жауапқа. Түсінікті ғой, бұл жерде 6 бал беріліп тұр, міне. Кейін соңынан қатесін түзейміз. Қатемен жұмыс жасаймыз қазір.
Айбек нағылымдан өзі. Телефон жоқ па? Ағай болдым. Жақсы, дұрыс жауаптан анықтап алайық. Мына жерде экранға бәріміз бірге қараймыз. Сол кезде дұрыс жауаптан бірге анықтап аламыз. Сол кезде сіздермен салыстырамыз. Енді бірінші ұяшыққа біз бірінші феодалдық сөз деген сөзді енгіземіз міне. Бірінші, екінші ұяшыққа капитализмнің өркендеуіне жол ашты деген сөзді енгіземіз. Үшінші ұяшыққа ұлттық мемлекетті құру деген сөзді енгіземіз. Төртінші ұяшыққа жаңа буржуазиялық қоғамның принциптерін жарияланғанын анықтаймыз. Бесінші ұяшыққа қоғамдық саяси тәртіптің процесін орнықтағанын анықтадық. Ең соңында бұл экономикаға қатысты. Күні бүгінге дейін капиталистік қоғам әлем экономикасында өз құндылығын неғылған жоқ, жойған жоқтығын анықтаймыз. Енді жауабын салыстырып көрейік. Өздеріңізбен салыстырып көріңіздер. Осы 6 жауапқа 6 балл беріледі. Жақсы. Балалар, бүгінгі сабағымыздың оқу мақсатына жеттік па? Жеттік. Міне. Бұл бірінші кері байланыс жасап алайық. Аграрлық қоғамдық индустриалдық қоғамға өту заңдылықтарын тұжырымдадық па? Жақсы, тұжырымдадық. Біз одан кейін буржуазиялық революциялардың нәтижесінде әлеуметтік құрылымды өзгерістерді түсіндірдік па? Түсіндірдік. Демек, буржуазиялық қоғамда өте өзгерістер болғанын анықтадық және түсіндірдік. Жақсы. Келесі, революциялардың жағымды және жағымсыз салдарын бағаладық па? Қалай бағаладық? Оң және теріс әсерін анықтадық. Міне балалар, бұл буржуазиялық қоғамның Англиядағы болған, буржуазиялық қоғамдағы болып жатқан осы оқиғалардың барлығын анықтадық. Сабағымызды қорытындылай келе біз бүгін Англиядағы буржуазиялық революциясының несімен таныстық? Себептерімен таныстық. Және қоғамда қандай өзгерістерді анықтадық балалар? Теріс және оң әсерін анықтадық. Және әлеуметтік жағдайларды анықтадық. Міне, ең бір маңыздысы Англиядағы буржуазиялық революцияның бұл капиталистік неге өтуі? Қоғамға өтуі. Ұзақ уақыт Европада дамудың қандай сатысында тұрды? Феодалдық сатысында тұрды. Осы 17-ші ғасырдағы Англиядағы буржуазиялық революция осы феодалдық сатыны жойып тастап, капиталистік индустриалды сатыға өтті. Өндіріс дамыды. Жұмысшы табы қалыптасты ма? Осының барлығы Англиядағы буржуазиялық революцияның әсерінің керемет болғанын анықтадық. Жақсы. Енді сіздерге үй тапсырмасын жазып алыңыздар. Үй тапсырмасы жазып алыңыздар дәптерлеріңізге. Англияда буржуазиялық революция кезінде парламенттің жарияланған заңдарынан баяндама жасап келесіздер оқушылар. Оқулықтың ішінде 17-ші ғасырдағы Англиядағы буржуазия революция кезіндегі парламенттің шығарған несі бар етін? Заңдар беретін. Осы заңдарға қатысты әрқайсыларыңыз баяндама жасап келесіздер. Жақсы. Енді балалар қараңыздар. Демек біз бүгін өз мақсатымызға жеттік қой. Демек сабақты мақсат ашылды ма? Ашылды.
ашылды. Англиядағы буржуазиялық эволюцияның негізгі маңызды тетіктерінің барлығы не қылды? Анықталды. Жақсы, сабақ осымен аяқталды. Сау болыңыздар оқушылар.